Қайырлы күн, құрметті білім алушылар. Бұл мен Төлепберген Құдайберген. Бүгінгі өтілетін тақырып интеграл және интегралдау ережелері. Интегралдың алгебралық белгіленуі бұлай белгіленеді. Және де бұл интегралдың ішінде, яғни интегралдың астында f(x) деген функция тұрады. Интеграл жүрген жерде міндетті түрде dx жүреді. Қою керек. Тең болады. Бұл интегралдан шығарғанда міндетті түрде бұның алғашқы мәні табылады. Яғни бұл беріліп тұрған f(x) функцияға алғашқы функция табылады. Және де бұл жанына міндетті түрде баландай тұрақтыны қою керек. Бұл тұрақты константа, бұл тұрақтының мәні неге тең болатындығы айтылмайды. Бұл жалпылама түрде беріліп тұр. Яғни интегралдың жалпылама түрі, интегралдау жолының жалпылама түрі деп те айтуға болады бұл формуланы. Бұл жердегі тұрақтыны мен айта кетейін. Жалпы интеграл деген ол туындыға кері бағытта жүретін амалдар. Яғни бұл интегралдың алдында туынды деген тақырыптың өтетіндігі белгілі. Интеграл ол туындыға қарама-қарсы жақта жүреді, кері бағытта жүреді. Яғни мына жерде теңдіктің оң жағынан туынды алғанда интегралдың ішінде тұрған мән шығу керек. Егер шыққан жағдайда, онда интегралды дұрыс шығарғандығы адамдардың. Бұл жерде теңдіктің оң жағынан туынды алғанда, мына жерде қандай тұрақты болған менде, ол тұрақтыдан туынды алғанда 0 болып кететіндіктен, бұл ішінде тұрақты бармайды. Яғни интегралдан шығарғанда міндетті түрде бұл тұрақтыны қоюды ұмытпау керек. Бұл белгіленуді қоюды ұмытпау керек. Енді жалпы интегралдау ережелері көп адамдарға қиындық тудырып жатады. Яғни интегралдың ішінде көптеген әртүрлі, неше түрлі функциялар келеді. Олай болатын болса, барлығына жеке-жеке тоқталайық. Ең алдымен, бірінші мен барлықтарыңызға мынаны айта кетейін. Жалпы мына интеграл деген белгі, ол мына интегралдың ішінде келетін d деген жаңа мен айтып кеттім ғой, dx жүру керек деп. Сол d екеуі бір-бірін жоятын шамалар. Яғни интеграл мен d-ның араларында ештеңе болмаған жағдайда бұл екеуін бір-бірін жояды деп жалпақ түрде қабылдауға болады. Екеуі бір-бірін жойып жүргенде әлбетте менде x шығады. Мінекей, мен неге бұны айтып тұрмын? Өйткені бұл интегралдың ішінде қандай да бір тұрақты жүруі мүмкін. Мінекей, мысалы былай. Мен бұл тұрақтыны интегралдың алдына шығарып жіберуіме болады. Жалпы интегралдың ішінде тұрған тұрақты ол интегралдың алдына шығуына болады. Онда мен тұрақты алдына шығып кететін болса, менде былай қалады. Мінекей. Енді мен жаңа ғана айтып кеткендей, интеграл мен d екеуінің араларында ештеңе болмаған жағдайда бір-бірін жояды. Олай болатын болса, менде 3x шықты. Енді мен бұған мен бағана ұмытпау керек деген белгіні қоямын. Яғни, бұл жерде тұрақтыдан міндетті түрде жанына айнымалымен бірге шығады екен. Енді бұған жалпы формула қойып кетейік. Яғни, жалпы формуланы айтып кетейік. Бір тұрақтыны бұл жердегі мен k деп алайын. Бұны интегралдағанда мына жалпы түрі шығады. Мен бүгінгі тақырыбындағы бірінші формула, яғни бағанағы интегралдауға берген жалпы формуланы айтпағанда, ережеге міне бірінші менде формула. Екінші, енді интегралдың ішінде айнымалы тұруы мүмкін. Бұл айнымалы енді бір жалпы түрде бір дәрежемен алайын. Мінекей айнымалы n дәрежелі түрде тұр. Бұдан интеграл қалай шығады? Бұл интеграл мінекей дәреже 1-ге артады, және де бөлшектің бөлімінде дәреже n1-ге артады. Жалпы тұрақтыны қоюды ұмытпайды. Мұна мінекей мендегі бүгінгі екінші формула. Бұл қандай түр? Бұған міне x 4 дәрежелі, бұны интегралдан шығару керек. Олай болатын болса, бұл айнымалындағы дәреже 4 болғандықтан, мына жердегі n, ол 4-ке тең деп ойлаймын. Жалпы түрге қарайық, n-нің орнына 4 қойайын. 4 плюс 1, 4 плюс 1 плюс 1. Бұдан шығады, яғни менде 5 дәреже. Шынымен де
Теңдіктің оң жағындағы мәннен туынды алып көрейік. Интегралдың ішіндегі мән шыға ма екен? Теңдіктің оң жағындағы мәннен туынды алғанда дәреже алдына түседі, и дәреже бірге келмейді, туындылап жатыр. Мына былай қылып қояйын, иә. Бөлшектің бөлімдегі тұрақты қалады. Мынау тұрақты дедік, бұл тұрақтан туындағанда 0. Енді мына жердегі мынаумен жойылады, менде 4 дәреже шықты. Міне интегралдың ішіндегі мән шықты. Олай болатын болса, бұл менің интегралдау ережем дұрыс шығып тұр, орындалып тұр. Бұл мінекей интегралдың ішінде қандай да бір айнымалы дәрежемен келгенде шығарылатын интегралдау. Енді үшінші, мен тағы да бір дүниені айта кетейін. Жалпы интегралдың ішінде жақшамен қандай да плюс жағдайда не минус жағдайда келіп тұрған қаншама көп мүшелер болуы мүмкін, иә? Мысалы, мінекей мынандай. Плюс жағдаймен келіп тұр. Мейлі бұл жерде минус жағдаймен де келгенімен ешқандай айырмашылық жоқ. Ондай интегралдау жолдарында бұның барлығын жеке-жеке интегралдауға болады. Яғни, тең интеграл бірінші мына кубын жанына д-ны қойып қоямын. Интеграл жүрген жерде д(x) жүру керек. Плюс деймін да, мына арадағы амалды қоямын да, мынаны жеке. Мінекей. Тағы да бір қойынды, иә, бір менде жазылмайды, бір д(x) деп қойын. Тең. Енді мынаны жеке-жеке тура жаңағы формуламен интегралдай беруге болады. Біріншіден, x 4 бөлінген 4 шығады. Екіншіден, x куб бөлінген куб шығады. Үшінші, мына интегралмен мына д бір-бірін жояды дедім, араларында ештеме тұрмаған жағдайда x шығады. И жалпы тұрақты. Міне, менде мына берілген түрді интегралдарын, яғни бұл жердегі айтпағым жеке-жеке плюс және минус жағдайда. Бұл жерде көбейту не бөлу тұрғанда олай бұлай алынбайды. Оны алдағы уақытта айтамын. Енді интегралдау жолдарында көбінде түбірмен келгенде қиналып жататын адамдар болады. Яғни, мінекей мынандай түбірмен келді дейік. Түбірім 3 дәрежелі, интегралдың ішінде айнымалы және д(x). Міне мынаны интегралдау керек. Бұл интегралдағанда ешқандай қиналатыны жоқ. Менде түбір қоймай қалай алуға болады? Менің айтқым келіп тұрғаны мінекей. n дәрежелі, яғни мынадан түбірді құтылғанда қалай болады? Бұл a-ның n бөлінген n деген дәрежесі болатындығы барлықтарыңызға белгілі. Олай болатын болса, бұны интегралда шығармай тұрып, айнымалыдағы дәреже мына жерде 1 бөлінген 3, яғни 3-тен 1 деген дәрежесі болатындығы. Енді бұл интеграл белгіні қойдым. Енді мынаны интегралдай берейік. Бұл жерде n деген дәреже 3-тен 1. Олай болатын болса, 3-тен 1 плюс 1, 3-тен 1 плюс 1 тең болады. Енді мынаны кәдімгі ортақ бөлім беріп шығарып, дәреже қанша болатынын көрейік. 3-тен берсем 3-тен 4 болады. 3-тен 4, мына бөлімде де 3-тен 4. Енді 3-тен 4 дегенде қайтадан түбірге алайын. Ол менде кубтық түбірдегі 4 дәрежелі x болады. Мына жердегі 3 жоғары кетеді, мына жерге бөлімде 4 болады. Енді бұл әрмен қарай ықшамдай беруге болады. Мына ішіндегі x-ің 4 дәрежесін, x-ің кубы көбейтілген x деген болса, біреуі 2 шығып кетеді. Міне мен интегралдадым. Яғни бұндай түбірмен келіп тұрған дүниелерді барынша мынадай дәрежеге келтіріп алған оңайырақ болады. Интегралдың ішінде бөлшекпен 1 бөлінген x келіп тұратын болса, бұл ln болатындығын айта кетейін. Өйткені ln-нан туындалғанда 1 бөлінген x шығады. Міне шығып тұр. Сондықтан да бұл түрдегі интегралды ln деп шығарып кету керек. Енді бұл бөлшекпен келіп, бірақ айнымалыда дәреже болған жағдайда қалай болады екен? Яғни бөлшекпен келіп,
айнымалыда дәреже. Міне, тағы да айтқым келеді, барынша білмейтіннен білетін жолға көшіп үйрену керек. Бұл жердегі мен мынадай формуланы бұрыннан білемін, иә? Бір бөлінген а n дәреже, ол қалай жазылады? Бөлшекті алмай, а-ның минус n дәрежесі болып жазылады, ол барлығымызға белгілі. Олай болатын болса, мына жердегі дәрежені мен бөлшекті алмайтын болсам, онда былай жазылады, минус 3 болады. Енді жаңағы білетін формула қандай еді? Минус 3 плюс 1, минус 3 плюс 1 тең x минус 2 бөлім минус 2. Енді мына жердегі дәрежедегі минустан құтылу үшін қайттан мына формуланы қолданамын. Бір бөлінген болып кетеді. Онда бөлшектің алдына минус шығады. Бір бөлінген 2 x квадрат плюс. Яғни, мінекей мен интегралдадым мына тұрған дүниені. Барлық түрді, яғни айнымалы, x айнымалысына қатысты барлық түрді мен айттым деп ойлаймын. Енді тригонометриялық жолға кетейік. Тригонометриялық жолға кетпей тұрып, мен алдым, бұл жаңағы мен айтқан интегралдау ережелерінің барлығы ол қарапайым интегралдау деп аталынады. Енді мен олардың күрделі интегралдауларына тоқталып кетейін, тригонометрияны айтпай тұрып. Мен жаңа ғана айттым, міне, тағы да бір формуланы еске салып қойын, былай шарттым. Енді бұл айнымалы орнында бір күрделі бір мән тұр дейік. Жақша тұр міне. Оның кубы. Бұлай келген жағдайда бұның қиналатын түрі де жоқ. Мен бір дүниені айта кетейін. Әр қашанда интегралда қолданылатын дүние ол. Мейлі ол тригонометрия бола ма, мейлі ол кері тригонометрия бола ма. Жалпы мына түрге бола ма, бәрібір мына менде аргумент x-ің алдында тұрған k деген тұрақты, ол әрдайым интегралдың алдына бір бөлінген k болып шығу керек. Енді мына жердегі мен айнымалының алдында 2 тұрғандықтан, мен оны 2-ден 1 қылып шығарамын. Жаңағын айттым, бір бөлінген k қылып шығару керек. Енді 2-ден 1-ді шығарып алдым. Енді мына жақшамды, мына жердегі айнымалының орнында тұр деп ойлаймын. Дәреже 3 ол n, яғни жақшамды түгелмен алып келемін де 3 плюс 1 болады. Сонда менде былай шығады. 4 болады, мына екеуі 8-ден 1 болады. Жақшам 2x плюс 1 4 болады. Міне интегралдан шығардым. Яғни, бұндай кішкене күрделенген түр келе қалған жағдайда, міндетті түрде аргументтің алдында тұрған k-ны бір бөлінген k қылып шығару керек. Енді мына жерде берілген теңдеудің оң жағындағы шыққан дүниеден туындалып көрейік. 4 алдына кетеді. 4 пен 8 қысқарып 2-ден 1 болады. Жақшаның дәрежесі куб болады. Көбейтілген жақшаның ішінен туынды. Одан 2 шығады. Ол 2 мен мынаның алдында 2-ден 1 кетеді де, қайттан 3 шығады. Яғни дұрыс шығады. Ендеше тригонометрияға кеттік. Барлық тригонометрияларды мен бірінші төртеуінде интегралын жазып шығайын. Так, мына жерде бір бөлінген болады. Теңдіктің оң жағында менде 4 тригонометриян шықты. Енді ол интегралдың ішінде қандай түрде келгенде бұлар шығады. Не көрейік? Бірінші, менде интегралдың ішінде синус болғанда, одан интеграл минус шықты, косинус шықты. Шынымен де, қараңызшы, мына жерде теңдіктің оң жағындағы дүниеден туындалғанда, біз
шамалы туындыны еске түсірейік. Косинустан туындалғанда минус сүйініш шығады, не? Ал ол жердегі минус пен мына минус қайттан көбейтіліп кетіп плюс жағдай болады да, қайттан өз шықты, міне. Ал мына жерде косинустан енді сүйініш шықты, иә? Бұдан туындалғанда қайттан өз шығады. Енді міне бір бөлінген косинус квадраттан тангенс шықты. Бұдан туындалғанда қайттан мынау шығады. Мына жерде де тоже, мына жерде мына таңба болмаған жағдайда, міне, бұлай болмаған жағдайда, мейлі таңба міне қашаға салады. Бұлай, бәрібір. Яғни мынадан туындалғанда менде минус бір бөлінген синус квадрат шығады, ол мына жердегі минус пен плюс болып кетеді, қайттан мінекей өз шығады. Енді бұл тригонометрияларды мен қарапайым түрде беріп тұрмын. Егер бұл тригонометриялардың аргументінің алдында тұрақты болған жағдайда, яғни мына жерде бір k деген дүние болған жағдайда, онда алдына бір бөлінген k болып шығатындығын айттым, иә? Мына жерде мен жаңа ғана аргументтің алдындағы тұрақтыны ол барлық интегралға айттым түгел. Енді бұл жерде біреуін келтіріп жіберейін мен. Міне, мынада тригонометрия берілгенде менде аргументтің алдында 3 деген k тұр. Бұл 3-тен 1 болып шығады. Тең 3-тен 1. Ал мынаның интегралының жалпы түрі ол не тұр? Минус косинус 3x. Яғни мына жерде бұл қалай тұр, солай келеді. Мына жерде көбі 3-тен ұмытып кетіп жүреді, яғни 3-тен 1 қылып алдына шығарып жібердім ғой деп айтатын адамдар бар. Бұл жердегі 3-тен 1 ол мына 3-тен 1 емес ол. Жалпы ол интегралдау ережесіндегі 3-тен 1. Яғни мынаның алдында k шығады. Ал интегралдан да мынау толық келеді. Мына жерде 3 бар ма? 3-мен келеді бірге. Қандай түрде тұр, сондай түрде келеді. Тек интегралдан келеді. Минус 3-тен 1 косинус 3x плюс. Міне, бұлай шығады. Көбі интегралдағанда мына 3-тен 1 дегенді ұмытып кетіп жатады. Енді мына интегралда да мына аргументтің алдында тұрақты болған жағдайда, онда мына теңдіктің оң жағында шығып тұрған дүниелердің алдына бір бөлінген k шығады. Енді кері тригонометриялық функцияларды айтпай тұрып, мен мына екі дүниені айтып кетейін. E-нің x дәрежесінен интегралдағанда E-нің x дәрежесі шығады. Екі дегенді енді дербес жағдайда алмай A-ның деп айтайын. A-ның x дәрежесін интегралдағанда A-ның x дәрежесі бөлінген ln A шығады. Бір не келтірейін, 3-тің x дәрежесі интегралдағанда 3-тің x дәрежесі бөлінген ln 3 шығады. Себебі неге? Мынадан туындалғанда қазір менде былай шығады, туындалсам 3x ln 3 шығады, мынадан туындалсам. Осы шығатындығы белгілі. Осы жердегі ln 3 мен ln 3 екеуі қысқарып кетеді де, қайттан интегралдың ішіндегі 3-тің x дәрежесі шығады. Яғни мына екі формула. Бұл формулаларда да аргументтің алдындағы тұрақты k тұрған жағдайда, мына теңдіктің оң жағында шығып тұрған дүниелердің алдына бір бөлінген k қойылады. Енді кері тригонометриялық функциялар. Егер түбірдің ішінде 1 минус x квадрат келген жағдайда, одан арк синус x шығады. Енді бұның алдында егер минусы болатын болса, бізде арк косинус шығады. Егер 1 бөлінген 1 плюс x квадрат келетін болса, одан арк тангенс шығады. Минусы болатын болса, интегралдың алдында 1 бөлінген, одан арк котангенс шығады. Бұл формулаларда да мына бір ол міндетті түрде тұру керек. Бұл міндетті түрде тұру керек. Неге мен бұны міндетті түрде тұру керек деп тұрмын? Өйткені мына үшеуін өшіріп, мына біреуіне келтірейінші, ол қалған бәріне келеді. Мынадай түрде тұруы мүмкін.
1 bölünген mına жерде bir 4 alayım. 4 alınған былай келді деп ойлайық. Иә? Бұны көпшілігі кәдімгі, мынау мына түрдегі қой дейді де, мына 4 алдына 1 бөлінген 4 қылып шығарып жібереді де, мына формуланы жазып қояды. Жоқ, бұл қате. Менде формулада қалай тұр? 1 тұр ма? 1 тұру керек менде. Бұл жерде 1 қылу үшін мен не қыламын? 4-ті 1 қылу үшін не қыламын? 4 4-ке бөлінгенде ғана 1 болады. Олай болатын болса мен бүйтемін. Интегралдың ішіндегі тұрған, түбірдің ішінде тұрған дүниедегі 4-те жақшаға шығарам. Жақшаның сыртына да. Сөйтіп жақшаның ішінде менде 1 алынған x квадрат бөлінген 4 қалады. Дұрыс па? Яғни жақшаны қайттан ашсам көбейтіп, қайттан шығады. Ештеңе өзгерген жоқ. Тең бұл түбірдің ішіндегі 4 2 болып шығып кетеді. Түбірден ол 2 тұрақты болғандықтан интегралдың алдынан шығып кетеді. Бөлшектің бөлімінен шығып тұрғандықтан мен 2-ден 1 қылып тұрмын. Бөлшектің бөлімі қылып тұрмын. Менде интегралдың ішінде былай қалады. 1 алынған x квадрат бөлінген 4 қалды. Иә? Осы жердегіні мен x бөлінген 2-нің квадраты деп аламын. Міне. Енді менің мына формам, яғни мына түрім, мына формулаға келді. Бірім бар, міне бар, алынған. Мына жерде x квадрат, менде оның орнында x бөлінген 2-нің квадраты. Олай болатын болса, тең 2-ден 1 мына интегралдың алдындағы көбейтілген, мына интегралдану, ол мына түрге келіп тұрғандықтан арк шығады. Арк. Енді қараңыз, мына жердегі аргумент x болғандықтан, мына жердегі аргумент x болды. Ал мына жерде менде аргумент x бөлінген 2 болғандықтан, мына жаққа да x бөлінген 2 болып барады. Міне, былай болады. Яғни, менің жаңағы айтпағым, формулада 1 тұр ма, ол 1 тұру керек. Ол жерде 1 тұрмаған жағдайда бұл формуланы дайын түрде қолданып кетуге болмайды, тек келтіру керек оған, иә? Түрі келгеннен кейін оны келтіру керек. Енді менде барлығын айтылды ln, иә? Бұл жерде бұны интегралдан байты бұл. Бұл яғни бірден дайын интегралдан байты. Өйткені, ойлаңызшы, қандай мәннен туындалғанда ln шығады? Ешқандай мәнді туындалғанда ln шықпайды. Кері бағытта ln туындаланады. Яғни ln-ді туындаласаң, ол 1 бөлінген x шығады. Ал бірдемеден туындалғанда ln шықпайды. Енді бұндай интегралданбайтын жолдарды қайтпек керек. Тағы да интегралдау ережелеріне тоқталым. Бұл жерде бөліктеп интегралдау деген мағынаны айтатын боламын. Бөліктеп интегралдау. Бөліктеп интегралдау. Бөліктеп интегралдау деген не? Бөліктеп интегралдау деген ол беріліп тұрған интеграл бірден шықпайтын. Яғни мен мына түрді айтуыма болады. Бұдан бірден шықпайтын. Интегралдарды, бірден шықпайтын интегралдарды бөліктеп, яғни бөліктеп деген ол бөлшектеп. Бөлшектеп интегралдаймын. Ретімен бөлшектеп интегралдаймын жаймен. Енді бұған бөліктеп интегралдаудың жалпы формуласы қандай? Интеграл UV тең UV минус интеграл VDU деп айналады. Мына формула. Енді бұл жердегі міне беріліп тұрған интегралдағы UDV деген ол интегралданбайтын интегралымыз. Мына жерде мынаумен шатыстырмау керек. Мына жердегі тұрған форма түрі ол мына интеграл. Тең UV алынған VDU.
осыны ажырата білу керек. Енді мен мынаны өшірмей мынаны шығарайын. Бұл жерде енді белгілеулерден қате кетпеу керек. Яғни тең мен былай белгілеу алып алайын. Мына жердегі удың орнында не тұр? ln тұр. ln u. Маған ду керек мына жақта көріп тұрғандарыңыздай. Ду деген ол не? Ол туындылау, д деген ол дифференциал ол. д деген ол туындылау. Енді мен мына екі жағын туындылайтын болсам, ln-нен туындылатын болсам, 1 бөлінген x шығады. Мен бұны не бойынша туындыладым? X бойынша. Сондықтан 1 бөлінген x dx болады. Мына жағы u-дан туындалғанда 1 болады, du болады. Енді менің мына жақтағы интегралдаудағы u деген белгілеуім кетті міне. Мына жердегі ln-ді мен u дегендіктен бұл жоқ енді болды. Ал енді маған dv-ға не қалды? dx қалды. dv тең dx. Осы жерден енді екі жағын d-ны құрту үшін интегралдап жіберсем, міне интеграл. Мен бағана айттым, интеграл мен d-ның арасында ештеңе жоқ болған жағдайда бір-бірін жояды дедім. v тең мынада жояды x шығады. dv тең dx болғаннан кейін v тең x болатыны барлықтарыңызға белгілі. Міне мен белгілеулерім кетті. Тең, мына теңнен кейін қараңыздар. Мына жақта. Енді мына белгілеулерден өткеннен кейін мына теңдіктің оң жағына келуім керек. u v. u не? u менде ln. Көбейтілген v. v не? vx. Алынған интеграл мына теңдіктің оң жағындағы формула бойынша жүріп жатырмын. v не? v не? x. Ал du не? du міне тұр. 1 бөлінген x dx. Яғни, мына жерде мынау кетіп тұр ғой енді, көбейту бөлімшектің бөлімімен көбейту қысқартып тұр. Сондықтан менде мына жердегі x ln-нің алдына жазып жіберейін. Әдемі көріну үшін. Міне жазып жібердім. Алынған. Мына жерде енді мына екеуі кеткеннен кейін менде интеграл бір көрінбейді. dx қалмай ма? Онда интеграл мен d-ның арасында ештеңе жоқ, бір-бірін жояды, x шығады. Яғни интеграл ln x dx-тан шығады, x ln x алынған x плюс c шығады. Бұл дұрыс шықты ма? Көрейік туындылап. x көбейтілген ln x-ті мен u көбейтілген v деген туындылау ережесімен аламын. u штрих v плюс u v штрих. u штрих 1 v туындылап жатырмын. u штрих 1 v плюс u v штрих алынған x-тен туындап ол 1 тұрақтан туында 0. ln x мына екеуі кетеді, сонда 1 алынған 1 0 болады да ln x шығады. Яғни міне ln x қайттан шығып тұр. Онда мен не қылдым? Дұрыс интегралдарын мұқият осы жерде қарап алуларыңызды сұраймын. Өйткені интегралданбайтын жағдайлар келгенде болса бөліктеп интегралдауды қолдану керек. Енді мынадай ой болуы мүмкін. Мен бөліктеп интегралдауды қай жерлерде қолданамын? Яғни интегралдың түріне қарап тұрып, бұл бөліктеп интегралдауға келе ма, келмей ма дегенді ажырата алмайтын адамдар бар. Мен оларға бір кішкене дүниені айта кетейін. Бөліктеп интегралдау көбінде интегралдың ішінде ln жүргенде және интегралдың ішінде арк жүргенде келеді. Енді мен арк деп бүйтіп жақша болып қойын. Мейлі ол арк не бола ма? Арк синус бола ма? Арк косинус бола ма? Жалпы арктың төртеуі ше, жаңағы тригонометрияда арк тангенс бола ма? Арк котангенс бола ма? Интегралдың ішінде ln жүргенде және интегралдың ішінде арк жүргенде міндетті түрде бөліктеп интегралды қолданады. Міндетті түрде. Өйткені бір қандай да бір дүниеден туындалғанда арк шығады дегенді көрдіңіздер ма? Ондай жоқ қой. Наоборот, арк туындаланады. Арк интегралданбайды. Бұны интегралдау үшін бөліктеп интегралдауды қолдану керек. Менің енді
айтпағым, интегралдың ішінде l мен арғы жүргенде міндетті түрде бөліктеу қолданылады. Және де бұл екеуіне ғана қолданылады, бөліктеу болды деп қалған шектеу жоқ. Бұл бөліктеп интегралдауды енді қандай жағдай, қандай түр келеді, соған қарап, адам икеміне қарап қолдана берсе болады. Енді тағы да бір айта кететінім осы бөліктеп интегралдауға. Мынандай келуі мүмкін. X көбейтілген ln. Бұл жерде де бөліктеп интегралдауды қолданады. U ln болады. Ешқашанда ln ол v болмайды. U ln болады мына жерде. Ал v-ға бұл жерде x dx қалады. Мен шығарып жіберейін. U ln x болады. Бұдан туындалған бір u-дан туындалынады әрқашан. Бір бөлінген x dx, x бойынша алып тұрмын. U-дан туындалғанда du. Ал маған dv-ға, формуладағы dv-ға маған ln-ді алып кеткеннен кейін енді мынау қалды ойында. X dx қалады. Енді бұның екі жағын интегралдар жіберемін. D-дан құтылу үшін. Интеграл мен d-ның арасында ештеңе жоқ, онда v қалады. Бір-бірін жойып тұр ойында. Ал мына жерде интеграл мен d-ның арасында x бар. Бұны интегралдағанда не болады? X квадрат бөлінген 2 болады, иә? Бұлайша босаймыз ба? Енді d болмайды, ол интегралдан шығардым ғой, d болмайды. Енді формулаға келем. Яғни мына жерден тең деп кетейін бірден. Тең, мынаны интегралдап жатырмын. U ln v не тұр? Алынған интеграл v du. V не тұр? Du қайда? Du не тұр? Тең x квадрат бөлінген 2 ln x болады. Алынған. Мына жерден мына квадратпен мынау қысқарады. Сонда менде не қалды? Мына 2-ні 2-ден 1 қылып алдына шығарып жіберемін. Мына бөлшектің бөлініп тұрған 2-ні. Менде x қалды. Болды, бұны интегралдайын. Мынау көшіріліп бара береді. Қай жерге дейін барса да бұл көшіріліп. Өйткені бұл интегралдан шығып қойды ғой. Мен мына жерде шығарып жатырмын. Алынған 2-ден 1, мынадан не шығады? X квадрат бөлінген 2 шығады. Ол мынаумен 4 болып кетеді. Міне интегралдың ішінде x көбейтілген x-тен интегралдағанда міне мына жердегі қорытынды жауап шықты. Яғни беріледі. Бұны көп қолданып жаттап алу керек. Бөліктеп интегралдауды үйреніп алған адам көп деген жерде интегралдан қиналмайды. Бұл бөліктеп интегралды тағы да айтпақшы дәреже төмендету үшін қолданылады. Мысалы интегралдың ішінде қандай бір үлкен дәрежелі бір функция тұратын болса, сол ненің дәрежесін төмендету үшін қолданылады. Бірақ ол жерде u-ды сол дәрежесі жоғары нені алады. Енді мен жаңағы дәреже төмендету үшін дегенді ауызша айтып кеттім. Оны мен бір мысалмен келтіріп кетейінші. Қандай келуі мүмкін? Міне мынандай келуі мүмкін. Міне бұл жерде де бөліктеп интегралдауды қолдануға болады. Жаңа мен айтып кеттім, ln тұрғанда, артып тұрғанда деп айттым да, дәреже төмендетуді айтпай кетіппін. Дәреже төмендету үшін қолдануға болады. Яғни мына дәрежені төмендетіп жоқ қылып жібереді ғой. Осы мына тригонометрияның өзі алып қояды. Енді ол қалай деп отырған шығарсыздар, давай көрейік. Бұл жерде мен дәрежемді төмендетейін деп отқан мәнді u деп аламын. Бұл жерде мынау да u бола алады, мынау да u бола алады. Екеуі де u бола алады бұл жерде. Екеуі де dv бола алады. Бірақ менің дәрежемді құрту үшін мына жерде мына дәрежем u деп аламын. Өйткені u-дан туындалынады ғой. Формула бойынша u-дан туындалынады. Міне мынаны u деп алып кеттім. Бұдан интегралдағанда не болады? Ойбай. Туындалағанда не болады? Міне былай болады, иә? Туындылай. Бұл не бойынша туындалады? dx деп қоямын. X бойынша. А мына жағын туындылайын, ол du болады. Ал енді маған мына жерде dv-ға не қалып тұр?
dv'ға мынаны алып кеттім. Dv'ға мына екеуі қалып тұр міне. Синус x dx қалып тұр. Солай ма? Иә. Dv'ға енді қалғанның бәрі қалады ғой енді. Енді бұны екі жағын интегралдайын. Интеграл менде жойды, v болады. Мына интегралдың ішінде менде тригонометрия тұр. Бұны барлықтарыңыз жаңа ғана көрдіңіздер. Бұдан минус косинус x шығады. Иә? Мына жерге д қойып қоя берейін, уақытыма дейсің. Міне, v-дан туындалғанда қайттан v шығады. Енді бұл жерде біттік белгілеуді. Енді формула менде қандай еді? Жаңа өшіріп жібердім, мына жерде мен жарайды мына жерге жазып жіберейін. u dv деген ол uv алынған интеграл v du. v du. Енді қояйық мынаған. u x квадрат көбейтілген v минус косинус, оның таңбасын алдынан шығарып жіберейін. Алынған интеграл v du. v міне тұр менде. Мына таңбаны мен алдынан шығарып жіберейін, мынау плюс болып кетеді. v du неге тең? 2x dx тең. 2-ні алдынан шығарып жіберейін. Міне. Мына жердегі тригонометриямда айнымалды квадрат бар тұғын, иә? Ал енді мына жердегі интегралында, то есть, кешіріңіздер. Мына жердегі интегралында айнымалды квадрат бар тұғын, иә? Ал мына жердегі интегралында, міне, мына жердегі интегралында айнымалында уже бір дәреже. Дәрежемді төмендеттім. Енді бұл жерде интегралдау керек. Мына менде интегралдар шығып қойды. Мына жерде интегралдау керек. Бұны тағы да u-ға келтірем. Тағы да бір бөліктеп интегралға келтірем. Осы жерді мен былай қалдырып кетейін. Міне мынаны көшірейін. Плюс 2 деп қалдырып кетейін. Мына жерде міне 2-ден кейін тұрған интеграл тұр ғой, міне. Сол интегралды бөлек интегралда алайыншы мына жаққа. Міне. Міне. Бұл жерде u не болады? Мен дәреже төмендетіп жатырмын ғой, міне мынау болады ол. Екі жағын туындалсам, dx тең du болады. Ал мынау dv болады менде. dv. Екі жағын интегралда жіберейін. Онда мынадан менде интегралдан синус шығады, иә? Туындасам косинус қайттан шығады. Ал мынадан v шығады. Бітті. Тең. Формулаға қойын. u міне тұр. v міне тұр. uv алынған v du. v міне тұр. du dx кетен. Уже менде x жоқ. Дәрежесін төмендетіп жібердім өткен. Тең. Мынада интеграл алғанда не болады? Минус косинус x болады, иә? Мына жер плюс болып кетеді. Міне, мына интеграл мынаған шықты. Енді мен жаңа бұны бөлек интеграл деп жатырмын ғой. Мына 2-ден кейін қоюым керек қой. 2 жақша, мынаның бәрін қоямын. Мінекей. Плюс косинус. Міне болды. Енді жақшаны ашып жіберуге болады. Онда мына жаққа ашайын, теңнен кейін мына жаққа, мына жерге ашып жіберейін жақшаны. Минус x квадрат косинус x плюс 2x синус x плюс 2 плюс жаңағы тұрақтымды алдырмай қойын с деген. Міне, яғни мына жерде тұрған интегралдың жауабы міне тұр. Енді бұны туындалсақ, ол мынаның ішіндегі шыға ма? Ол енді шығады. Өйткені бөліктеп интегралдап тұр. Жарайды, мен ерінбей туындалап көрейін шығару үшін. Бірінші мынадан туындалғанда u көбейтілген v, иә? u-дан туынды минус x квадратпен u көбейтілген v 2x болады. Плюс u штрих v. u v штрих. Бұдан туындалғанда минус синус x шығады, плюс синус x болып келеді. Міне шықты. Мынадан туындалайық. Бұл да u v. u-дан туындалғанда 2 синус x шығады, плюс
у в туынды. Мынадан туындағанда косинус шығады. 2 косинус x. Мынадан туындағанда минус 2 синус x шығады. Мынадан туындағанда 0. Енді мына жерде удан туындағанда 1 в 2 синус x қалды. Плюс u v штрих. u қалып қойды төмен x. u v штрих. Сонда 2x косинус x болады. Енді мынау мен мынау бірдей ғой міне. Кетеді. Мынау мен мынау бірдей. Алдарында таңбалар қарама-қарсы кетеді. x квадрат. Міне шықты. Яғни жаңа ғана бұны дұрыс интегралдадық. Міне осындай дәреже төмендетуге де бөліктеп интегралда қолданылады. Енді тағы да бір интегралдауды айта кететін жол, ол d-ның ішіне кіргізіп жіберу. Яғни d-ның ішіне кіргізіп жіберу деген ол былай орындалады. Қараңыздар. Міне мынаны интегралдау керек. Бұны қалай интегралдауға болады? Ойланайық. Яғни бұның ішінде бұл d-ның ішіне кіргізіп жіберу деген болады. D-ның ішіне кіргізіп жіберу деген ол мен мынаны былай алуыма болады ғой. Ешқандай мағына өзгерген жоқ. Бұл жердегі мына 1 бөлінген x дегенді мына d-ның ішіне кіргізіп жіберемін. Не ол? Интегралда. Интегралда кіргізіп жіберемін. ln x. Сол кезде бұл d-ның ішіне d ln x болып кіреді. Қайтадан қарап жіберіңіздер. Қараңыздар. D деген ол туындылау деген мағынаны береді дедім бағана. D деген ол дифференциал деген мағына. Енді ln-нан туындылағанда менде не шығады? 1 бөлінген x шығады. Яғни міне 1 бөлінген x dx тұр. Яғни мен мына жердегіні d-ның ішіне кіргізіп жібердім. Интегралдап кіргізіп жібердім. Енді бұл жердегі ln x-ті t деп белгілеймін. T деп белгілеймін. Онда мен интегралым мынаған келеді. T dt. T dt деген не? T мен интегралдың іші бірдей болып тұрған айнымалылар. Яғни бағанағы мынандай болып тұрған. Мына не дедік? X квадрат бөлінген 2 дедік қой. Мына аргументпен d-ның ішіндегі аргумент бірдей болғандықтан, мына жерде де екеуі бірдей тура мына формаға келіп тұр. Тек t деген әріптің түрі де бөлек болған болмаса, t квадрат бөлінген 2. Енді t-ның орнына жаңағы мен белгілеуімді әкеліп қояйық. T-ның орнында ln болғандықтан ln x квадрат бөлінген 2 плюс t. Яғни мынаны интегралдағанда міне мынандай жауап шығады екен. Бұл енді d-ның ішіне кіргізіп жіберу деген жол. D-ның ішіне кіргізіп жіберу деген жолды үйреніп алу өте керемет. Өйткені барлық кейбір жерлерде оңтайлы жолмен қолданып кете беруге болады. D-ның ішіне кіргізіп жіберу. Неге мынандай жағдай келуі де мүмкін? Міне көбейтуді мен бағана айтып кеттім. Плюс жағдай, минус жағдай болғанда араларында. Онда жеке-жеке интегралдауға болады. Ал көбейту бөлу болғанда мынандай араларында. Онда жеке-жеке интегралдауға болмайды. Тағы да айта кетейін. Мынаны жеке интегралдап, көбейтілген, мынаны жеке интегралдап қоюға болмайды ондай. Ол көбейту бөлуде болмайды олай. Тек плюс жағдайда, минус жағдайда. Енді мен мынаны қалай шығаруыма болады? Қараңызшы. Мына жерде тұрған тригонометрияны мен d-ның ішіне интегралдап кіргізіп жіберсем, не болады? D косинус x болады. Міне. Жоқ. Косинусты кіргізіп жатырмын ғой, мен мына кіргізіп жүрмін. Мынау d-ның ішіне интегралдап кірген кезде міне қайтадан туындалайық.
одан туындағанда косинус қайтадан шығады міне. Енді мына тригонометриямды т деп белгілесем, онда мына жерде т, д, т тұрған жоқ па, иә? Ойша алып жатырмын. Онда бұл т квадрат бөлінген 2 болады. Т-ның орнына қайтадан мына белгілеуді қоямын. Сонда менде синус квадрат x бөлінген 2 шығады. Міне, т-ның ішіне кіргізіп жіберу деген жолда былай ыңғайлы екен. Жалпы интегралдау жолдарын барынша барлығын айттым. Енді бір-екі есеп қарайық. Мен мынадай интеграл келген екен, интегралда деп. Бұның барлығы айтылып жатқан, бүгінгі өтіліп жатқан тақырыптың барлығы анықталмаған интеграл. Яғни анықталған интегралда мына жерде шек болады. Барлығы анықталмаған интегралда жалпы бүгін интегралдау ережелері болғандықтан анықталған, анықталмаған деп айтудың керегі де жоқ, бұл жерде тек ереже. Интегралдағанда ортада тұр қандай таңба? Плюс таңба. Онда екеуін жеке-жеке интегралдауға болады. Жеке 1 бөлінген 3 синус квадрат dx плюс 1 бөлінген x куб dx. Жеке-жеке интегралдадым. Енді мына жердегі тұрақтыны 3/1 деген тұрақтың алдына шығарып жіберемін. Ал мына жердегі бөлшектің бөлімінде тұрған дүниені бөлшекті қолданбайтындай былай қылып шығарып алып алуға болады. Олай болатын болса, мынау интеграл жаттанды, бағана айта кеткен қай тригонометрияға келеді? Котангенске келеді. Минус 3/1 котангенс x қосылған, мынадан n деген дәреже ол минус 3 болғандықтан n плюс 1 тең минус 3/1 котангенс. Мынаның бөлімінен минус 2 шығады, ол таңбаны мына жерге жіберемін. 2 минус 2 болады. X минус 2 дәреже. Таңбаны дәрежедегі таңбадан құтылу үшін бөлшектің бөліміне алып беремін. Яғни міне интегралдадық. Интегралдау жолымен. Неге бұлай берген екен? Енді бұл жерде араларын бәрі көбейту. Ақшаларын. Яғни мынада ақшадан жеке интеграл, мынадан жеке интеграл, мынадан жеке интеграл деген ұғым жоқ. Аралар көбейту болғандықтан. Енді бұны ашайық. Тең бірінші интегралдамай тұрып, мынаның ішінде ашып алайық. Мынау енді а алынған в, а плюс б, ол а квадрат алынған в квадрат екендігі белгілі. Олай болатын болса, менде бұл x квадрат алынған 1 болады. Енді бұны тағы да ашып жіберейін. X куб 2x квадрат. Мынау мен көбейттім, мынау минус 2. Мынау минус 2. Дұрыс па? Қате кеткен жоқпын ғой. Енді бұлардың аралары плюс жағдай, минус жағдай болып тұр ғой, мен бағана айтқандай. Онда бұлар жеке-жеке интегралдай берейін. Енді мен барлығына жеке интеграл қойып отыруды қояйын. Осы жерден бірден жеке интегралдайын. Бірінші куб болғандықтан ол 4 бөлінген 4 болады. Екінші 2 квадрат болғандықтан ол куб бөлінген 3 болады. Үшінші x квадрат бөлінген 2 болады. Төртінші минус 2x болады плюс. Міне интегралдадым. Түгел интегралдадым. Болды. Интеграл 2 косинус
x көбейтілген косинус 5x dx. Аралар көбейту болып тұрғандықтан жеке-жеке интегралда ол деген жоқ. Бұны қайтем. Бұл маған формулаға келіп тұр, мына екеуі. Мен мына жерге тригонометриялық формулаларды формулаға мынаған келетін формуланы еске салып жіберейін. Косинус альфа, косинус бета деген формула бар тұғын, тригонометрияда. Көбейтіндіні қосындыға түрлендіру деген. Бұл формула қалай еді? Ескерсірейік. 2-ден 1 еді. Косинустар болғандықтан бұның ішінде косинус тұратын еді. Альфа алынған бета плюс косинус альфа қосылған бета болу керек. Мен қателеспесем. Осындай болу керек. Енді мына көбейтіндіні, мына тригонометрияның ішіндегі көбейтіндіні жеке мынандайға айналдырып алдық бөлек, интегралдамай тұрып. Тең 2-ден 1, мына альфа, мынау бета. Жақша, альфа алынған бета. X алынған 5x, минус 4x болады. Бұл жұп функция болғандықтан бұдан шықпайды. 4x болып тұрады. Минус шықпайды бұдан. Одан кейін плюс альфа плюс бета 6x болады. Міне, менде жеке тригонометриялар шықты. Енді бұл мына белгілеп қойған жеріне тура мына теңдіктің оң жағын әкелейін. Мына интегралға домалақ қойып кетейін де, маған былай ақшамдадым деп кетейін де, мына жерге теңді бояйын. Яғни мынаның жалғасы мына жақта. Интеграл, мына жақшаның алдындағы 2-ден 1 мен мына 2 кетіп қалады, белгілі. Онда жақшаның іші қалады. Енді аралар плюс болғандықтан бұлар жеке-жеке интегралданады. Яғни жеке интеграл мынанікі, жеке интеграл мынанікі. Аргументтің алдында 4 тұрғандықтан, ұмытпайық, k тұрғандықтан, ол 1 бөлінген k болып шығатындығы белгілі. Олай болса 4-ден 1, а мынаның түрінен интегралдағанда ол синус 4x шығады. Плюс мынаның k-сы 6-тан 1. Міне интегралдады. Не былай кете береді. Интегралдау жалпы формулаларды білу керек. Интегралдың ішінде түрлендіріп болу керек. Одан кейін интегралдау ондай қатты қиындық тудырмайды деп ойлаймын. Жалпы бүгін интегралдаудың барлық ережелерін түгел қарадық. Бүгінгі интегралда өткен мен Төлепбек Құдайберген. Барлықтарыңызға көп рахмет.